Сәлем қыздар, бүгін творожный пирог жасаймыз. Бұл рецептпен сіздер заказ қабылдасаңыздар да болады, немесе жақындарыңызға да пісірсеңіздер болады. Алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Енді қаймағымызды саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды саламыз. Үстіне алдын ала електен өткізіліп қойған ұнымызды 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Басында осылай венчикпен немесе қасықпен араластырып аламыз. Екінші бөліктен кейін қолмен араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы керек. Менің қамырым жабысқақтау болып шықты, сондықтан үстіне 50 граммдай ұн қосып, тағы да араластырып жібердім. Сіздер өзіңіздің ұныңызға қарайсыздар. Дайын болған қамырымызды салмасын дайындағанша пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасы үшін бізге сүзбе, қант, жұмыртқамызды және оның үстіне қаймағымызды салып, блендермен жақсылап араластырамыз. Бізде осындай біркелкі масса шығу керек. Салмамызды дайындап болғаннан кейін тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, формамызға келетіндей етіп қолмен жайып шығамыз. Осылай жайып болғаннан кейін үстіне салмамыздың барлығын салып жібереміз және оны да біркелкі етіп формаға жайып шығамыз. Енді қалған қамырымызбен пирогымыздың бетін сәндейтін боламыз. Қатты жұқа қылмай осылай жайып аламыз және оны ұзын таяқша етіп кесетін боламыз. Кесіп болғаннан кейін пирогымыздың бетіне екі жақтан қиғаштап қойып шығамыз. Мінекей осылай қойып шыққан болатынмын. Енді үстіне жұмыртқамызды жағып, алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың пісуі сіздің пешіңізге байланысты. Бұл пирогты жартысын сгущенкамен, жартысын творогпен де пісірсеңіздер болады. Өте дәмді шығады, пісіріп көріңіздер. Ас болсын.